Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге үй жағдайында 3-4 қана картоптан тұратын өте қытырлақ әрі дәмді, балалардың ең сүйікті асы, фриден де өте дәмді болып шығатын қытырлақ картоп дайындайтын боламыз. Ендеше менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен 4 картошка қажет болады. Сыртын аршып, осылай жуып тазалап алып, майда бөліктерге бөліп аламыз. Яғни тез қайнап пісу үшін мен осылай майдалап алдым. Құрметті көрермендерім, менің арнамнан ыстық тағамдардың, түрлі тәттілердің, салат түрлері өте көп. Міндетті түрде арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Картоптарымызды осылай майдалап турап алғаннан кейін үстіне суымызды құйып, бетін жауып қайнатуға жіберетін боламыз. Біздің картоптарымыз қайнап пісті. Енді осындай арнайы езгішпен езіп алатын боламыз. Егер де сіздерде жоқ болса, вилканың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Картоптарымызда ешқандай іріткі болмайтындай осылай жақсылап езіп алғандарыңыз дұрыс. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің картопта ешқандай іріткі жоқ. Осылай жақсылап майдалап езіп алдық. Ендігі кезекте езіп алған картоптың үстіне осындай паприка қосамыз. Шамамен бір ас қасықтай саласыздар. Мен көз мөлшерімен осылай салдым. Егер сіздерде қасықпен өлшеп салатын болсаңыздар, бір ас қасық шамасында саласыздар. Салып болғаннан кейін осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне қара бұрыш қосамыз. Қара бұрыштың орнына қызыл бұрышпен алмастырсаңыздар да болады. Одан соң осындай куркума қолдандым, бізге әдемі түс беру үшін. Егер қаламасаңыздар, қоспауларыңызға да болады. Куркуманы да шамамен бір ас қасықтай салып алатын боламыз. Ал ендігі кезекте крахмал саламыз. Кукурузный крахмалды қолдандым мен, 100 граммдай шамасында салып алатын боламыз. Барлық керекті заттарымызды салып алдық. Енді жақсылап біркелкі массаға қалыпқа келгенге дейін араластырып алатын боламыз. Крахмалдың орнына ұнмен де алмастыруға болады, бірақ бізде маңыздысы қытырлақ болуы керек. Сол үшін көбінесе крахмалды қолданамын мен. Ұнды қолдануға болады, бірақ жаңағыдай біз айтқандай қытырлақ болмай қалуы мүмкін. Сол үшін сіздерге де кеңес беремін, яғни крахмал қолданғандарыңыз дұрыс. Содан соң татымына қарай тұзымызды салып алып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлық керекті заттарымызды салып, араластырып алдық. Ал ендігі кезекте қолымыздың көмегімен қамыр илеген сияқты илеп алатын боламыз. Енді бізге осындай пергамент қағазы қажет болады. Пергамент қағазын төсеп, үстіне жаңағы дайындап алған картопымызды салып, дөңгелек формаға келтіріп алатын боламыз. Қолымыздың көмегімен осылай жайып алуға болады. Біздің картопымыз өте нәзік болғандықтан, кішкене осылай ажырап қалуы мүмкін, бірақ одан еш уайымдамаңыздар.
Мінекей қолымыздың көмегімен осылай жайып алдық. Енді осының үстіне тағы да пергамент қағазын төсеп, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Біздің картобымыз өте нәзік болғандықтан, оқтаудың көмегімен жаю барысында қатты күш салмауларыңызды сұраймын. Мінекей жайып алдық. Енді үстіндегі пергамент қағазын алып, пышақтың көмегімен осылай ортаңғы бөлігін кесіп алатын боламыз. Және де ұзынша жіңішке бөліктерге барлығын осылай бөліп алатын боламыз. Осы уақыт аралығында майымызды қыздырып дайындап қойсаңыздар да болады. Майымыз қызып дайын болған кезде баяу отта картоптарымызды салып, осылай екі жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің картоптарымыз өте нәзік болғандықтан, майға салар кезде өте абай болыңыздар дегім келеді. Асықпай, баппен, яғни бір-біреуден салыңыздар, барлығын бірден салып жібермеңіздер. Ажырап кетуі мүмкін, және де майға салған кезде 4-5 штуктан осылай салсаңыздар, картоптарымыз қытырлақ болып, әдемі болып, яғни бір-біріне жабыспай, біркелкі болып пісіп шығатын болады. Картопты пісіріп алдық. Енді майынан сырғытып, осылай ыдысымызға салып алатын боламыз. Барлық картоптарды осылай асықпай, баппен, орташа отта пісіріп алыңыздар. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Жасап, балаларыңызды, жақындарыңызды қуантып қойыңыздар дегім келеді. Бұл менің ең жиі жасайтын сүйікті асым деп айтсам болады. Балаларыма, жолдасыма өте қатты ұнайды. Сондықтан тексерілген рецепт түрі деп айтсам болады. Бір жасағаннан шығатын рецепт түрі. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Сіздермен болған Гүлбану. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.